Күннің соңында аяқтың ауырлап сыздауы немесе ісінуі 45 жастан асқан ер адамдар арасында кең таралған жағдай. Бұл жай шаршау емес, көп жағдайда қан айналымының бұзылуы, венозды жетіспеушілік, омыртқамен байланысты проблемалар немесе минерал тапшылығы сияқты күрделі мәселелердің белгісі болуы мүмкін. Бір кешкі аяқ ауруының негізгі себептері. Веноздық жетіспеушілік. Қан кері қайтуы қиындайды, аяқта ісіну мен сыздау пайда болады. Артрит және артроз. Буындардағы өзгерістер кешке қарай күшейіп, қозғалыс шектеледі. Омыртқа мен жүйке жүйесінің бұзылыстары. Бел омыртқасының қысылуы аяққа тарайтын ауырсыну тудырады. Калий, магний тапшылығы. Бұлшық ет тартылуы мен шаршауға келеді. Артық салмақ пен қимылсыз өмір салты. Аяққа түсетін салмақ артып, қан айналымы бұзылады. Екі үй жағдайында не істеуге болады? Бір жеңіл жаттығу. Төбеге қарай аяқты көтеріп 5-10 минут ұстау. Төменнен жоғары қарай сирақ пен жіліншік бұлшық етін уқалау. 2. Контрастылы ванна. Аяқты жылы және салқын суға кезекпен салып, қан айналымын жақсарту. 3. Магний мен калийге бай тағам. Банан, жаңғақ, қарақұмық, көкөніс тұтыныңыз. 4. Компрессиялық шұлықтар. Венозды жетіспеушілікке қарсы тиімді құрал. 5. Дәрігер кеңесі. Егер ауырсыну жиі қайталанса, міндетті түрде флеболог немесе ревматолог маманға барыңыз. Қорытынды. Аяқтың кешкі ауырсынуы уақытша емес, ішкі жүйелердің белгісі болуы мүмкін. Оны елемеу үлкен қателік. Белсенді өмір салты, дұрыс тамақтану мен қарапайым жаттығулар арқылы жағдайды жеңілдетуге болады.